Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы ол не істейді? Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Бұл менің ағам. Ол футбол ойнайды. Это мой брат. Он играет в футбол. Бұл менің қарындасым. Ол сурет салады. Это моя младшая сестра. Она рисует. Бұл менің анам. Ол кітап оқиды. Это моя мама. Она читает книгу. Бұл менің әкем. Ол шахмат ойнайды. Это мой папа. Он играет в шахматы. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ол не істейді? Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Боя. Третье задание. Ответь на вопрос. Разукрась. Бұл не? Что это? Бұл шахмат. Это шахматы. Бұл оқулық. Это учебник. Бұл доп. Это мяч. Бұл қарындаш. Это карандаш. Төртінші тапсырма. Бастыр. Сыз. Четвертое задание. Обведи. Начерти. Бесінші тапсырма. Тыңда. Қайтала. Қазақ тіліне тән дыбыстарға назар аудар. Пятое задание. Послушай. Повтори. Посмотри внимательно на звуки казахского алфавита. Балалар, демалайық. Жалқаулықты тастаймыз. Шынығамыз жастайбыз. Ырғағым мен әуеннің жаттығуды бастаймыз. Кәне балалар, тұрайық. Мойнымызды оңға, солға бұрайық. 1, 2, 3. Жинап алдық күш. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.